Саламатсыздар ма балалар? 7-ші сынып 2-ші бөлім 11-ші параграф. Қолөнер, зор өнер. Шебердің қол ортақ, жігітке жетпіс өнерде аз жұмыс қылып ой түзе, өнер қуып ой түзе. Бірінші тапсырма: өлеңді тыңда, көркем бейнелеуші сөздер мен тұрақты тіркестерді қолданып, қолөнердің осы бір әсем түрі туралы жұбыңмен пікірлес. Бұл өлеңде зергерлік өнері туралы әдемі сипаттама берілген. Қазақтың дәстүрлі қолөнері терең мағынада бейнеленген. Автор зергерлерді шеберлерге теңейді. Олардың қолынан шыққан білезік, сақина, сырға сынды бұйымдарды сиқырға балайды. Сонымен қатар мақтанышы ол бір елдің деп, бұл өнердің қазақ халқы үшін ерекше орын алатынын айтады. Өлеңдегі көркем бейнелеуші сөздер зергердің еңбегін жоғары бағалап, оның жасаған бұйымдарына асыл әрі қол жетпес баға береді. Сөз соңында автор осы өнерді мұрадай зергерлерден үйренем деп, зергерлік өнердің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы тиіс екенін меңзейді. Екінші тапсырма: өлеңде көшпенділер мәдениетіндегі зергерлік өнердің орны қалай бейнеленген? Өлеңде көшпенділер мәдениетіндегі зергерлік өнердің орны ерекше екенін байқаймыз. Әшекейлер мен тұрмыстық заттар, білезік, алқа, сақина, сырға, қамшы көшпенділер өмірінде күнделікті қолданылған әрі олардың өмір салтын көрсеткен. Әсіресе зергерлер жасаған бұйымдар көшпенділердің мақтанышы, мәдени байлығы ретінде суреттеледі. Бұл өнер көшпенді халықтың дәстүрлі құндылықтарын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырғанын көрсетеді. Келесі: үшінші тапсырма: мәтінді оқы. Тыңдалым мәтінмен салыстырып талда. Тыңдалым мәтін, оқылым мәтін. Тыңдалым мәтіні тақырыбы: зергер стилі, публицистикалық танымдық сипаттама, тілдік амал-тәсілдері қарапайым, анық, түсінікті тіл қолданылған. Кәсіби терминдер аздап кездеседі. Зергер ұстаз, бірақ жалпы халыққа жақын, түсінікті тілде баяндалады. Мәтін халықтың қолөнері мен шеберлерін мақтап, оларды ұлттық құндылық ретінде сипаттайды. Оқылым мәтіні тақырыбы: халық шеберлері стилі, ғылыми көпшілік стиль, тілдік амал-тәсілдері. Кәсіби терминдерге көбірек орын берілген. Мұнда әртүрлі шеберлердің атқаратын қызметтері мен қолөнер түрлері нақтыланып айтылған. Ұста, зергер, тігінші, етікші. Сонымен қатар мұнда тіл сәл ресми әрі күрделілеу. Келесі: төртінші тапсырма: суреттерде бейнеленген қолөнер шеберлерін ата. Сұрақтарға жауап бер. Қолөнердің тағы қандай түрлерін білесің? Қолөнер шеберлерін дәріптейтін қандай сөздер мен тіркестерді білесің? Бірінші сурет: тігінші, киім тігу шебері. Екінші сурет: ұста, темірден бұйымдар жасайтын шебер. Үшінші сурет: қолөнерші, қазақтың ұлттық қолөнерімен айналысатын шебер, мысалы киіздер, бұйымдар жасау. Төртінші: ағаш шебері, ағаштан бұйымдар жасайтын шебер. Зергерлік өнер: әшекейлер жасау, кілем тоқу, тер өңдеу, кесте тігу, қамшы өру. Шебердің қол алтын, өнер алды, қызыл тіл, қолөнер сөңі, шеберлік. Ұста, бұлар ұлдың қол алтын. Септік жалғаулары: септік жалғаулары зат пен қимыл арасындағы түрлі қатынасты білдіріп, сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшалар. Қазақ тілінде 7 септік жалғаулы бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері. Септік жалғаулары сөздің соңғы дыбысы буынына сәйкес үндестік заңы бойынша жалғанады. Мысалы, ілік септігін түсіндірсек, дауысты немесе үнді м, н, ң дыбыстарына аяқталған сөзге ның, ның, яң, з, ж немесе үнді л, р, у, и дыбыстарына аяқталған сөздерге дың, дың, яң, б, в, г және қатаң дыбыстарға аяқталған сөздерге тың, тің жалғаулары жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Ұстаның, әкемнің, заттардың, шебердің. Көмектес септік жалғауы буын үндестігіне бағынбай үнемі жіңішке жалғанады. Мысалы, жастар мен, құрал мен. Жіктік жалғау: баяндауыш пен бастауышты байланыстырып қимылдың қай жақ арқылы жүзеге асатынын білдіретін жалғау жіктік жалғау деп аталады. Жіктік негізінен етістікке тән, сонымен қатар адамға қатысты зат есімдерді жіктеледі. Мысалы, мен қазақтың баласымын, сен оқушысың. жіктік жалғаулары буын үндестігі бойынша жуан жіңішке нұсқада, сонымен қатар бірінші жағы дыбыс үндестігі бойынша сөздің соңғы дыбысына сәйкес қатаң, яң, үнді дыбыстардан басталатын нұсқада түрленіп жалғанады. Мысалы, зергермін, қонақпын, зергерсің. Етістіктің жедел өткен шақ шарттары, рай тұлғалары былай жіктеледі: мен айттым, білсем, сен айттың, білсең. Екінші шақта жалғауы жоқ. Бесінші тапсырма: мәтіннен септік жалғаулы сөздер тауып, қосымша жалғану заңдылығын түсіндір. Қолөнердің халық қажетін өтейтін саласы көп. Айталық: қазақ халқының өткен тұрмысында ағаш өңдеп, одан киіз үйдің сүйегін, ыдыс-аяқ, үй жиһазын, арба шана жасау, жүн иіріп, кілем, бау, басқыр тоқу, киіз басып, сырмақ сыру, маусымдық, күнделікті және салтанаттық киім тігу, теріден, сүйек пен тастан, темірден түрлі бұйыммен қару-жарақ, ауыл шаруашылық құралын жасау, түсті металл мен асыл тастан зергерлік әшекей жасау. Кәсіп өнер түрлері кең тараған. Тілімізде сан алуан кәсіп өнерге байланысты сақталып қалған мыңдаған атау, мақал-мәтел, айшықты сөз орамы, әдет ғұрып, салт дәстүр, наным, сенім бар. Қолөнердің ілік септік қолөнер сөзі:
р дыбысына аяқталып, ілік септік жалғауы дің болып жалғанған. Тұрмысында жатыс септік тұрмыс сөзі с дыбысымен аяқталып, жатыс септік жалғауы ында болып жалғанған. Үйдің ілік септік үй сөзі и дыбысынан аяқталып, ілік септік жалғаудың дің болып жалғанған. Жиһазын табыс септік жиһаз сөзі з дыбысынан аяқталып, табыс септік жалғауы ын болып жалғанған. Құралын табыс септік құрал сөзі л дыбысынан аяқталып, табыс септік жалғауы ын болып жалғанған. Келесі 6-шы тапсырма. Етістіктерге жіктік жалғауларын дұрыс жалғап сөйлемдерді жаз. Келесі, біз ұлттық қолөнеріміздің бай мәдениеті мұра екеніне көз жеткіздік. Сен ұлттық нақышта киімдерді күнделікті киіп жүресің. Қазір қыздар бастарына шекелік, шаштарына шашбау тағып жүр. Көшпенділердің зергерлік бұйымдарында сабақтастық байқалады. Сендер кеше де аппақ шатырдай әжелерді күнде көрмейсіңдер, кимешек киген. Болашақта әлем назары қазақ сән үлгісінде болады. Келесі 7-ші тапсырма. Тіркестер мен көркемдегіш құралдарды орынды қолданып, қолөнер туралы мақала жаз. Атадан балаға мұра, рухани құндылық, сәндік қолөнер туындылары әшекейлеу, безендіру, көздің жауын алады. Көз майын тауысқан бейнет, сан алуан сәуле шашып, күміс айдай жалт-жұлт еткен баға жетпес байлық. Қазақтың қолөнері атадан балаға қалған қымбат мұра. Әшекейлер, кестелер мен басқа да қолөнер бұйымдары халықтың бай мәдениетін көрсетеді. Әрбір бұйымды жасау көп еңбекті талап етеді. Шеберлердің қолынан шыққан зергерлік заттар көздің жауын алады. Әсіресе күмістен жасалған әшекейлер ерекше әдемілігімен көз тартады. Бұл өнер тек сән үшін емес, халқымыздың тарихы мен дәстүрлерін сақтау үшін де маңызды. Келесі 8-ші тапсырма. Қолөнер, зергерлік өнер туралы мақал-мәтелдер жазып, мағынасын түсіндір. Өнерлі қол байлық, өнерсіз қол қайғы. Қолынан іс келетін адам әрдайым бай болады, ал еш нәрсе істей алмайтын адам қиындық көреді. Шебердің қол ортақ, шешеннің сөзі ортақ. Шебердің жасаған заты бәріне пайдалы, ал шешенің сөзі баршаға үлгі. Зергердің еңбегі алтын, ұстаздың еңбегі халқы. Зергер алатын бұйымдар жасаса, ұстаз халықты тәрбиелейді. Күміс білезік қолға сән, өнерлі кісі елге сән. Күміс әшеке адамды сәндесе, өнерлі адам қоғамда әдем етеді. Өнерлінің қол алтын, шебер адамның еңбегі алтынға тең, өте құнды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.